Осы видеода мен сіздерге күн сайын жасайтын іс-әрекетімді көрсетемін. Күніне сағат 10-да личный страничкаға кіреміз. Сосын ең соңғы колонкадағы подписки деп тұр ғой, ол маған жазылған адамды біз 20-сын алып тастаймыз. 20-сын азайтамыз. Так, қазір. Так. 20-сын азайтамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай 10-10-нан 20-сын алып тастаймыз. Мен мана оған дейін алып тастадым. Так, енді ортадағы біздің подписчик, оны жинау керекпіз. Оларды жинау үшін біз енді интересныйға кіреміз. Ол деген төменде домиктің қасында лупаға басамыз. Сосын осы жерде топта тұрған так, осыны қарауға болады. Мына нравится деп басқан неге басайық та. Мына жерде мына адамды так. Последний пост 2 күн бұрын жазған. Осы адамға лайк басуға болады. Сосын комментарий жазамыз. Комментарий жазамыз. Так, енді мына адам мынағында лайк басуға болады. Мынағында лайк басуға болады. Комментарий неге басамыз, жасамыз, красотка. Бүлберейік. Егер лайк басып комментарий жазатын болсақ, ол адам міндетті түрде менің қайтып парақшама кіретте қарайды, мына адам кім екен, маған гүл сыйлап атқан, осындай әдемі сөздер жазып атқан деп, сосын маған подписка жасайды, егер мен оған ұнап қалсам. Так. Енді келесі адамға барайық. Так, мынағанда да басуға болады. Так, енді тағы мынаған қарайық. Мынағанда да подписка жасап. Осылай танымайтын адамдарға инстаграмына кіріп подписка жасаймыз. Артынан олар қайтып келетін болады, то есть қарайтын болады. Аккаунттарға кіріп біз өзімізге адамды жинаймыз. Бірнеше фотосына лайк басып, комментарий жазып. Өзімізге манағы внимание привлекать етеміз ол адамнан. Сосын ол адам біздің парақшама кіріп, лайк басып, подписчик болуы мүмкін, егер біз оған ұнасақ. Осындай іс-әрекетті 3 сағат сайын жасау керек. 20 отписка, 50 подписка, 50 лайк, сосын бір 10-15 комментарий жазу керек адамдарға. Сонда 3 сағат сайын жасайтын болсаңыз, мысалы сағат 10-да, сағат 1-де, сағат 16-да, сағат 19-да, 22-де
3 сағат сайын кіретін болсаңыз, күніне 5 рет, сонда сіз күніне 100 отписка жасайсыз, 300 подписка жасайсыз, 300 лайк қоясыз и бір 150 комментарий жазасыз. Сөйтіп өзіңізге адам жинайсыз подпискаге. Осындай іс-әрекетті күн сайын жасау керек.